Ауылдағы әйелдерге гранттар берілді. Астанада өткен 7-ші республикалық ауыл әйелдері форумына жерден 200 делегат қатысты. Форумды ұйымдастырушылар комитетінің төрағасы Майра Айсенаның айтуынша, аталмыш жиын 7 жылдан бері өтіп келеді. Нәтижесінде елді мекендердегі тұрғындардың өмір сапасы айтарлықтай жақсарған. Ондағы әйелдердің көкейін тескен, қордаланып қалған өзекті мәселелер форумда талқыланып шешімін табуда. Қазақстанда 12 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан белестері әлеуметтік жобасы арқылы өңірлерде 110 мыңнан астам қыз келіншек грант жеңіп кәсібін дөңгелеткен. Биыл осы жоба аясында 30 грант бөлінді, деді Майра Айсена. Бұл жай ғана жиналыс емес, бастарын қоссын, көңіл көтерсін дегенде емес. Мына Астананың төріне келіп, өз жерде ауылды қандай мәселелер бүгінгі таңда қобалтып жүр, қандай қордаланып қалған мәселелер бар, соның бәрін шешу, осы билікпенен осы ауылдың арасында бір жақсы сондай көпір болсын, алмасып отыратын дегендей, сондай мақсатпенен жинап жүрміз.